Бүгін сіздермен 2025 жылы еліміздің саяси бағытын ғана емес, қазақ қоғамының өмір сүру дағдысын, ұлттың ішкі мәдениетін жаңадан қалыптастырған терең өзгерістер жайында сөз қозғамақпын. Бұл өзгерісті әрқайсымыз әр ортадан сезіндік. Біріміз қаланың қырбаласынан, біріміз мектептің тынысынан, енді біріміз жұмыс орнынан, ауадағы әңгімеден, көрші қоғамның көзқарасынан, тіпті адамдардың күнделікті ұсақ-түйекке деген ықыласынан аңғардық. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған 3 іргелі бастама биылғы жылдың жалпы бағдаршам болды. Олар таза Қазақстан экологиялық қозғалысы, жұмысшы мамандықтар жылы және әр қазаққа жақсы таныс ұстаным, заң мен тәртіп. Бұл бағыттардың мәніне үңілген сайын олардың уақытша ұран немесе кезекті науқан емес, ұлттың жаңа беталысын айқындайтын, қоғамның жаңа болмысын қалыптастыратын берік негіз екенін тереңірек түсіне бастаймыз. Бұл жаңа жауапкершіліктің, жаңа сананың, жаңа қоғамдық мінездің бастауы ма? Менің есімім Ержан, және де сіздер Жас Вайб YouTube арнасын көріп отырсыздар. Егер арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылып алыңыз. Бұнда мен ел тағдырына әсер ететін маңызды мәселелерді ашық айтып, күрделі саясат пен экономиканы қарапайым тілмен түсіндірем. Олай болса,